Бәріңізге сәлем. Менің тоңазытқышымдағы қатырылған өнімдерді сіздерге жақынырақ түсірейін деп шештім. Бұл бізде сарымсақ блендердан өткізілген, үстіне паприка салып араластырып осылай қатырып қойдым. Бұл жерде облепиха, қант салып блендерладым. Мына жерде смородина, мына жерде облепиханың өзі бүтіндей, бұл шәйге арнап қойғанмын. Осылай бүтіндей қойып, мына жерде қарақат менде. Бұны творожный пирогтарға салғанға өте әдемі болады. Бұл жерде малина, клубника, осының бәрін блендерлап, қант салып, араластырып осылай салып қойдым. Бұл жерде менде жүгері турап қойдым, дымылама тамаққа арналған, ал бұл бүтіндей бұны қайнатып жегенге қабығын аршымай салдым. Бұл жерде үккіштен өткізілген сәбіз, қолым тимеген жағдайда осы шетінен алып, подливкаға қолданамын. Көп болған, осы екеу ғана қалыпты. Сыр пиццаға арналған, бұл тез бүлініп кетеді, сол үшін осылай қатырып қоямын. Бұл жерде түрлі түсті тәтті бұрыштар, мен осыны жаз айында 650-800 теңгеге алдым килограммын. Әр түрлі пішінде осындай формада турап қатырып қоямын. Керек кезде осындай қатты күйінде сындырып салып қуыра беремін. Ал бұл жерде укроп менде, мына жерде смесителя подлива, бұны қазір жақынан көрсететін боламын. Бұл маған фаршированный перецқа арналған, осындай іші бос, қатырып қойдым одан да көп қылып. Және осындай тәтті бұрыш, арзандау бұрыштан осы 4 бұрышты қылып үлкен-үлкен қатырдым. Укроп, кинза суптарға өте дәмді болады. Және осы жердегінің бәрі мынау пакеттегі осы қызанақтар. Әр түрлі пішінде осындай турап тастадым. Сорпаға, жаңағы тағы да басқа қуырмаштарға осындай кішкентай үлкен қылып турап дайындап қойдым. Мен етті қуырып, пияздарды қуырған кезде чеснок салам. Содан кейін осы үстіне қатып тұрған помидорларды, яғни қызанақты сындырып саламын. Өте дәмді болады. А мынау бізде облепиха, шайге осылай бүтіндей саламыз, өте дәмді түс келтіреді. Және мына смесителя подлива деп жаңа пакетте тұрғанымыз, бізде сельдерей, жандо бар ішінде, және бұршақ бар. Мінекей, бұл жерде де арзандау бұрыш. Биылдыққа тек қана осындай аз ғана қатырдым, кішкене жалқаулау болды. Мен оны шындығы керек айтайын. Бірақ бұрыннан бері қатырып келем, мен ешқандай дәмі де бұзылмайды, өте дәмді. Қарап тұрсаңыздар, мен сәбіз, қызылша, капуста, чеснокқа шейін қатырып қоямын. Негізінен шиемен осы қарақатты көп қатырамын, себебі мен банкаға компот жаппаймын. Үйде кәдімгі күнделікті қайнатып компот солай ішіп отырмыз. Биылдыққа оны қатырмадым. Сол, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.